Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда рулет әзірлейміз. Рулетімізге қажетті заттар: 5 жұмыртқа керек, 200 грамм қант саламыз, және 200 грамм ұн, 1 шай қасық ұн қопсытқыш керек болады, яғни разрыхлитель. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып, қантымызды ертіп аламыз, яғни аппақ көбікке айналғанша. Жақсылап араластырып алдық. Енді біз ұнымызды қосып, қолмен араластыратын боламыз ұнды. Противеньға пергамент қағазын төсеп алдық. Дайындап алған массамызды құйып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызған пешімізге 15 минутқа пісіріп аламыз. Және біз ыстықтай осы орамалмен бірге орайтын боламыз. Және осы орамалдың ішінде жақсылап суы керек. Бисквит суығанша крем дайындаймыз. Креміне 33% кілегей, яғни сливки керек, өте салқын болу керек. Және қант ұнтағы қажет болады. Және кремді араластыратын ыдысымызды алдын ала тоңазытқышқа салып салқындатып аламыз. Және миксердің де насадкасын салқындатып аламыз. Сливки 300 грамм аламыз. Қант ұнтағы 100 граммдай жетеді. Қою кремге айналғанша жақсылап миксерлейміз. Алдымен баяулатамыз, одан кейін жылдамдығын көбейтеміз. Осындай крем шығады. Енді біз кремді тоңазытқышқа сала тұрамыз. Рулеттің бетіне және арасына қосқанға банан алдым, және қара өрік, киви қосамын. Кез келген жеміс жидегіңізді қоссаңыз болады. Бисквитіміз суыды. Орамалдан ажыратып аламыз. Осы күйінде жылдам кремді арасына жағып шығамыз. Өйткені рулет қатып кетпес үшін қайтадан орауымыз керек. Кремнің кішкене бөлігін алып қаламыз, рулетіміздің сыртын әсемдеу үшін. Және турап алған жемістерімізді арасына сеуіп шығамыз.